Армысыздар, қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге қазақша сөйлесу клубы. Қазақша сөйлесу клубы біздің кітапхананың жанында құрылған болатын. Алдыңғы аптада біз осы қазақша сөйлесу клубының бірінші отырысын онлайн түрде өткізген болатынбыз. Бүгін осы сол сабақтың жалғасы ретінде сіздермен бірге тағы да қауышып отырмыз. Онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Сіздерді тікелей эфирде көргеніме қуанышты боламын. Бүгін біздің тақырып амандасу әдебіне арналады. Сәлемдесу жалпы батыс елдерінде көбінесе қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы түн, қайырлы кеш деп болып келсе, француздар сәнді қалпақтарын көтере басын изеп, немістер оң қолдарын көтеріп амандасу ілтипатын білдіреді. Барлығы да күліп, күлімсіреп амандасады екен. Шығыс елдерінде де сәлемдесудің түрі өте көп және қызықты болып келеді. Мысалы, Қытайда, көне Қытайда адамдар бір-бірімен чылымю деп амандасқан екен. Яғни, сіз тамақ іштің бе деген мағынаны білдіреді екен. Сірә ашаршылық жанына батқан халық осы қарны тоқ болса амандық сол деген деп ұғынса керек. Егер де Жапонияның бір фирмасына жұмысқа тұра қалсаңыз, яғни бір айға сізге кіммен қалай амандасу керектігін үйретеді. Бір ай бойы. Яғни деңгейі өзімен бірге шамалас қызметкерлермен бір басын бір деңгейде ғана изейді екен. Ал дәрежесі өзіңізден жоғары Чон Иннің, яғни директордың алдында барынша бүгіліп, иіліп сәлем беруге тура келеді екен. Яғни төс қағысу, құшақтасу, осындай сияқты қолмен амандасу, бір-бірінен бетінен сүю, осының барлығы амандасу, осы амандасу әдебі біздің шығыс халықтарына тән қасиет екен. Бүгін біз сіздермен қазақ халқына тән амандасу әдебін айта отырамыз. Осы амандасу әдебіне байланысты сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Қазақ халқы амандасуға әрдайым өте ерекше көңіл бөлген. Сәлем сөздің анасы деп бекер айтпаған. Сәлем сөздің анасы. Как вы поняли, сегодня наш урок посвящен приветствию. Переводим сәлем. Сәлем, привет, да? Здравствуйте. Сөздің слово, анасы, мать. Если мы построим предложение, то здравствуйте, мать общения. Но это буквальный перевод. Смысловой перевод, он чуть-чуть по-другому. Значит, приветствие, мать общения. Пишите, пожалуйста, свои пожелания. Дұрыс жазып отырсыз, мына жерде сәлем түзу болмай, әлем түзу болмайды деп. Жақсы, бізбен бірге қосылып отырғандарыңызға рахмет тағы да. Амандасу кезінде біздің қазақ халқының амандасу әдебін бірнеше түрге бөле аламыз. Яғни, оның бірнеше ерекшелік бар деп те айтуға болады. Біз біріншіден адамның жасына қарай бөлеміз.
яғни амандасатын адамның жасына қараймыз, және амандасуды қабыл алған адамның жасына байланысты деп бөлеміз. Біріншіден бұл. Екіншіден, адамдардың арасындағы бөлік адамдардың арасындағы жағдай, яғни арақашықтық, дистанция. Здесь мы говорим о дистанции между партнерами. В-третьих, үшіншіден, әлеуметтік маңыздылығына қарай, яғни тұрмыстық жағдайда және ресми жағдайда амандасу, және де адамдардың жынысына қарай деп бөлуге болады. Біздің қазақ халқы әрдайым үлкенді құрметтеген, кішіге ізеттілік көрсеткен халық. Амандасуды баланың кішкентай кезінен бастап үйретеміз. Үлкеннің қолынан алу, қария отырған жерінен тұру, орын беру деген сияқты әдеп көрсетеміз. Біз үлкендерге үлкен құрметпен қарайтын халық болғандықтан, балаларымызды да кішкентай кезімізден осы амандасу салтына үлкен құрметпен қарауға тәрбиелейміз. Сондықтан да ең бірінші амандасу сөзі бізде қазақ халқында сәлеметсің бе? Барлығы жалпы білетін, орыс тілді халықта, қазақ халқы да осы сәлеметсің бе сөзін көп қолданады амандасуда. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Сәлеметсіз бе деп, егер сіз, если вы русскоязычный человек, то можете несколько раз повторить слово сәлеметсіз бе. Слово звучит очень легко, мягко. Сәлеметсіз бе. Также мы можем говорить это слово сәлеметсіздер ме, добавив множественное окончание. Сәлеметсіздер ме, сәлеметсіңдер ме. Барлық аудармада бұл сөз здравствуйте деп аударылады екен. Келесі, яғни сіздер көріп отырсыздар, бұл жердің барлығында бір талдау жасай келе, осы сәлеметсізге байланысты. Біз сіз жұрнағын қолданып отырмыз. Яғни мы добавляем здесь суффикс сіз. То есть мы говорим просто другу сәлеметсің бе, а в уважительной форме, это значит к старшему, если мы здороваемся со старшими людьми, то говорим здравствуйте, сәлеметсіз бе. Бұл біріншіден, это во-первых. Екіншіден, біз ол адамның таныс па, таныс емес па, сол жағына қараймыз. Егер де ол адамдар таныс болмаса, бір-бірімен тағы да сәлеметсіз бе деп амандасады, сәлеметсің бе деп амандасады, немесе ер адамдар көбінесе ассалаумағалейкум деп амандасу мүмкін. Ер адамдар ассалаумағалейкум деп амандасқанда, оған жауап уағалейкум ассалам деп жауап қайту мүмкін. Қайту мүмкін емес, қайтады да. Әйел адамдар бұл жерде сәлеметсіз бе деп жай ғана басын изеу мүмкін. Сіздердің пікірлеріңізді оқи отырайын. Ары қарай, біз үшіншіден осы амандасу әдебін енді үшінші түрге бөлеміз. Бұл тұрмыстық жағдайда және ресми жағдайда.
ресми жағдайда сіздер білесіздер, сәлеметсіздер ме дейміз де, қайырлы күн немесе қайырлы күн ханымдар мен мырзалар деп айтамыз. Біз бұл сөзді күнделікті айта алмаймыз. Белгілі бір қоғамда, белгілі бір ортада, адамдар көп тұрған жерде сіз немесе жүргізуші, бір шараның жүргізуші болатын болсаңыз, ол жерде айта аласыз. Ал күнделікті адамдармен тілдескен кезде, қарым-қатынас жасағанда бұл сөзді қолданбау қажет. Егер қолданатын болса да, тіпті көңіл көтеру үшін жай ғана күліп айтылады. Келесі амандасудың түрі бұл адамдардың, яғни жынысына байланысты. Әйел және еркек. Біздің қазақ халқында әйел адамның амандасу түрі бір бөлек болады, ер адамның амандасу бір бөлек болады десек те, барлығы осы сіздер білетін сәлеметсіздер ме, сәлеметсіңдер ме деген сөздерді де қолданады. Қазір айта кетеміз, әрқайсының амандасу әдебін қандай екенін. Сіздер білетін здравствуйте деген сөзді әйелдер де, еркек адамдар да қолданады. Сәлем деген сөзде жыныстыққа бөлінбейді. Ал әйел адамдар, егер көп адам отырған жерге келіп амандасатын болса, әрқайсының бетінен сүйіп амандасып жатпайды, барлығының қолынан алып амандасып жатпайды. Жай ғана алыстан сәлеметсіздер ме, немесе қош келдіңіздер дейді де, басын изеуі мүмкін, немесе ол бала келін болатын болса, жай ғана сәлем салып басын төмен, басын изеуі мүмкін. Ары қарай еркек адамдарды тағы да атап өттім. Олар қол алысып амандасады. Ассалаумағалейкум деп, оған жауап уағалейкум ассалам деп жауап береді. Сіздер мына тікелей эфирде өздеріңіздің үлкен апа-аталарыңызбен қалай амандасатындарыңызды, қонаққа барған кезде қалай амандасатындарыңызды, және де сіздерге олардың жауаптары қандай болатыны жөнінде жазып отырыңыздар. Мен барлық пікірлерді қарап отырмын. Қазақтың сәлемдесу әдебі өте бір күрделі сияқты көрінгенмен, бірақ біздің халық үшін бұл ежелден келе жатқан дәстүр ретінде саналады. Барлық кішкентай кезінен үйренгендіктен балалардың өздері тіпті өскен кезде де өздерін балаларына қуана үйретеді. Бұл салтты жоғалтпауға бар енді күшін салады деп айтуға болады. Енді сіздер өздеріңіздің достарыңызбен амандасатын болсаңыздар, тек қана сәлем деп айта салмай, енді бұл жерде сәлем, сәлеметсіз бе деген сөздер қарапайым ғана амандасу түрлері болып қалды. Бұдан кейін біздер бұл сөздерсіз қалың қалай деп жай ғана айта салуымыз мүмкін. Бұл біріншіден қалың қалай, как дела деп аударылады, бірақ здравствуйте, сәлеметсіз бе демей-ақ, адам кіріп келсе, қалдарың қалай десе, бірден түсінікті болады. Ол адамның бізбен амандасқаны бірден түсінікті болады. Сол сияқты есенсіздер ме, малжан аман ба, үй іші аман ба десе де,
бірден жаңағы сәлеметсіз бе деп айтпай-ақ, ол сенің қалыңды сұрап тұрғанын, ол сенімен амандасып тұрғаныңды білдіреді екен. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек. Амансыңдар ма деп сұрайды, иә? Амансыңдар ма деп үлкен қария үйге кіріп келді дейік. Аман деген сөзді аударып көрейік. Сіздер не деп жауап беріп жатыр екенсіздер? Аман, благо ли в вашем доме? Вот. Сіздердің үйлеріңізде ғана емес, жалпы сіздердің жан-жағыңызда, сіздің жұмысыңызда, сіздің жалпы басыңызда барлығы, денсаулығыңыздың барлығы осы сөздің ішіне кірілген. Амансыңдар ма деген деп адам айтып жатса, онда ол тек қана сіздің басыңызды айтып тұрған жоқ, ол сіздің жалпы жағдайыңызды сұрап тұр деп есептеңіз. Келесі, мал мүлкіңіз аман ба, мал жаныңыз аман ба, иә? Деп амандасқан. Енді қазіргі кезде мүмкін олай қолданбауы да мүмкін, бірақ ондай адамдар да бар. Ауылдық жерде тұратын адамдармен солай амандасқанда дұрыс шығар. Мал жаны аман ба деп сұрайды. Неге біз ең бірінші бұл жерде малдан бастаймыз? Сосын жан. Жан деген, яғни үй ішіндегі адамдар. Неге сіздер біреулер ойлауы мүмкін? Жан, адамдар. Неге бірінші орынға жанды қоймайды, сосын малды қою керек қой деп? Жоқ, қателесесіздер. Ең бірінші мал сөзін қою себебі, оның өзінің бір ерекшелігі бар. Себебі қазақ халқының тұрмысында малға көңіл бөлу, яғни олар қазақ халқы өзінің тұрмысында малмен күн көрген. Олардың ең бірінші тамағы да, киетін киімі де, ішетін сүті де, жаңағы көлігі де осы мал болған. Сондықтан олар осы малсыз күн көре алмаймыз деп те ойлауы мүмкін, немесе ең бірінші сол үшін де өзінің отбасын осы мал асырап отыр деген оймен ең бірінші малдың жағдайын сұраған. Сосын бірақ малдың арқасында өмір сүріп жатқан осы сендердің үйлеріндегі жандар аман ба? Яғни осы сөздің барлығын көп сөйлем қылдырмай, бір сөзбен мал жан аман ба деп айтқан екен. Әрі қарай қыз келіншектер иіліп сәлемдеседі, ер адамдар төс қағысып қол алысқан. Иә, дұрыс айтасыз, қыз келіншектер алысқан емес, қазірде де солай, иә. Қазіргі кезде қазақ халқы өзінің дәстүрін, салтын ұмытқан емес. Яғни үйге түсетін жаңа келіндер міндетті түрде өзінің қайын атасы мен апасының алдында басын изеп, өзінің қайын жұртын өте қатты құрметтейді екен. Басын изеген кезде сәлем беремін деп те айтады, немесе жай ғана басын изеуі мүмкін. Сол кезде үйдің үлкендері, жаңағы қайын атасы, апасы болсын, ағалары болсын, сол келінге жақсы тілек айтады. Яғни бақытты бол, шырақ, шаңырағың шаттыққа толы болсын деген сияқты игі тілектерін ғана айтады. Жақсы. Әрі қарай енді біз қоштасу жағына келетін болсақ. Сіздер өздеріңізге қажетті сөздерді жазып алған шығарсыздар. Амандасудың сөздерін жазып алыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Достармен амандасқанда
сәлем. Когда здороваетесь с друзьями, вы говорите сәлем. Когда со старшими здороваетесь, говорите сәлеметсің бе, сәлеметсіңдер ме, немесе сәлеметсіздер ме. Записали. Также қайырлы таң, доброе утро, қайырлы күн, добрый день, қайырлы кеш, добрый вечер, қайырлы түн, доброй ночи. Я думаю, что вы все записали вот эти вот слова. Ары қарай. Аман есенсіздер ме? Пишите. Аман есенсіздер ме? Здоров, ты здоров? Здравствуй, ты здоров ли? Есенсіздер ме? Тоже такое значение имеет. Здравствуйте, как дела? Сау сәлеметсіздер ме? Сау сәлеметсіздер ме? Здравствуйте, как поживаете? Амансыз ба? Амансыз ба? Здравствуйте, вы здоровы? Вроде на казахском языке вроде одно слово, короткое такое одно слово, а на русском мы вам даем смысловой перевод. То есть амансыз ба, здравствуй, вы здоровы, или ты здоров, амансың ба, это сен, то есть здоров ли ты, спрашивается. А если амансыз ба, если мы здесь добавляем суффикс сыз, то есть уважительную форму, то получается, я спрашиваю у вас: здравствуйте, здоровы ли вы? Я думаю, что вы все записали вот эти вот слова. Дальше. Ары қарай, формулы прощания. Біз қоштасу сау сәлеметсіздер ме? Я кішкене қателік жіберуіңіз мүмкін, бірақ сіздерге айтудың өзінде осы сөздерді жеңіл айтсаңыздар, сол үшін өз-өзіңізге қуансаңыз да болады. Себебі бұл сөздерді бір жағынан кішкене айту қиындау, ұзын сөз болғандықтан. Такое длинное слово, я думаю, что вам не будет легко его произвести. Так что о грамматике здесь, когда вы пишете, я ничего не говорю. Вы можете несколько раз произнести это слово. Сәлеметсіздер ме? Сау сәлеметсіздер ме? Мына жерде диже бізге жазып отыр, пишет. Он, конечно, неправильно написал сау сәлеметсіз бе, но смысловой перевод он правильно написал. Жарайсыз. Енді қоштасу формуласына келетін болсақ, біз қазақ халқында, басқа да халықтарда тек қана амандасу ғана емес қой, қоштасу да бар. Біз қоштасқан кезде қалай қоштасамыз? До свидания дейміз, иә, орысша. Қазақ халқында да солай, қазақ тілінде сау болыңыз дейміз. Сонымен қоса, сау болыңыз бізде қарапайым ғана сөз. Слово сау болыңыз, то есть до свидания, оно как слово стандарт. Слово мы это слово каждый день произносим. Сау болыңыз. Ал тағы да басқа сөздер бар екенін ұмытпаңыз. Жазып алуға болады. Можете записать слово көріскенше. Көріскенше. Очень мягкое слово. Вы знаете, что закон сингармонизма очень
мы в казахском языке мы работаем с законом сингармонизма. Вот, көріскенше күн жақсы. До свидания, сау болыңыз, состоит из двух слов, да? Сау, здоровый, и болыңыз, быть. Будьте. Дословное сочетание это. Қош сау болыңыз. Можете записать слово қош сау болыңыз. Қош сау болыңыз употребляется значительно реже. Слово қош переводится как прощай. И все выражения приобретают оттенок прощания надолго, а то и навсегда. Вот мысалы біз қош сау болыңыз деп айтатын болсақ, ол адамды кейін көрмейтінімізді білдіреміз, немесе ол адамды ұзақ уақыт бойы көре алмайтынымызды айтқымыз келеді, иә. Ол адам мен немесе мүлдем енді көріспейтініңізді жеткізесіз. Сол себепті сіздер қош сау болыңыз деген сөзді де өзіңіздің сөздігіңізге жазып қойыңыз. Так, сіздердің пікірлеріңізді оқи отырайық. Қош бол, жүздескенше. Иә, дұрыс. Күрескенше. Жоқ, сіз дұрыс жазған жоқсыз. Күрескенше дейсіз. Күрескенше. Да, есть слово күрескенше, да? Вот, как вы здесь написали, диджей. Слово здесь от слова күрес у вас идет. Слово күрес – это борьба. Вы здесь пишете, что до борьбы. Встретимся, ну, как бы до борьбы, да? А мы говорим о слове көресу. Здесь не көресу, а көресу. У нас в казахском языке звуки и они в одной степени похожи. Но все-таки они разные. Мен сізге, диджей деген кісіге кеңес берем. Әрпіне бірнеше сөз тауып алып, жазып алуына болады. Және мысал келтіріп жазсын. Дыбысына да бірнеше сөз жазып қоюына болады. Сол сияқты өзін тіліндегі кейбір дыбыстарды түзетіп алуына болады. Егер де бірнеше рет қайта-қайта бір дыбысқа келетін, өзі айта алмайтын сөздерді жазып отыратын болса, немесе айта беретін болса, қайталай беретін болса, онда біраз уақытта енді жақын арада сіз тіліңізді айта алмай жүрген әрпіңізді дұрыстап ала аласыз. Яғни әр қарай қоштасу сөзіне келетін болсақ, келесі кездескенше деген сөзді жазып алдыңыздар ма? Келесі кездескенше. До следующей встречи. Келесі кездескенше. Слово келесі, следующее, кездескенше, встреча. Переводится келесі кездескенше, до следующей встречи. Келесі көріскенше күн жақсы. Всего хорошего. Здесь смысловой перевод идет как всего хорошего. Әр қарай жақсы жатып, жайлы тұрыңыз. Это пожелание. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыз. Переводится, сейчас я вам буквально переведу, но смысловой перевод здесь спокойной ночи. Спокойной ночи.
Жақсы жатып, жайлы тұрмыз. Слово жақсы, хорошее, жатып, лежать, жайлы, приятно, тұрмыз, вставать, да? И с этих слов скорректируем одно предложение. Это значит, что ложитесь приятно и вставайте, когда будете вставать утром, вам было хорошо. Смысл примерно такой. Дальше. Сонымен қатар, тағы да біз қоштасу сөзінде жолыңыз болсын, сәт сапар тілейміз, иә? Яғни жолыңыз болсын қазақ тіліне, бұл қазақ тілінде орыс тіліне аударған кезде жолыңыз болсын переводится как доброго пути. Байқаған шығарсыздар, қазақ тілінде біз амандасқанда да, қоштасқанда да тілек білдірген сияқты боламыз, иә? Яғни біз сияқты емес, біз шынымен де тілек білдіреміз. Сіздердің әрдайым бір-біріміздің бауырымыздың, досымыздың, туғанымыздың қал жағдайын білгіміз келеді. Ол жайлы ойлап жүреміз, уайымдап жүреміз. Әрдайым қол ұшымызды беруге тырысамыз. Қоштасқанда да солай, әрдайым амандықта жүргенін қалаймыз. Жолының сәтті болғанын қалаймыз. Үйіне, өзінің бала шағасына аман есен жеткенін қалаймыз. Міне біздің қазақтың тәрбиесі, дәстүрі, барлығы бір сөзбен ғана берілген екен. Бұның барлығына қазақтың халқы, қазақ халқы өзінің баласын кішкентайынан үйретеді екен. Бүгінгі сабағымыз біздің сәлем сөздің анасы, яғни сәлеметсіздер ме, амандасу әдебіне арналған болатын. Сіздердің онлайн тікелей эфирімізге, қазақша сөйлесу сабағына қатысып, бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Әлде біздің сабақтарымыз онлайн түрде өтетін болады. Біздің жаңалықтарымызды, кітапхананың жаңалықтарын бақылай отырыңыздар. Келесі сабағымызда жүздескенше сау болыңыздар, достар.